2, 3. Mama! Ne oldu kelin? Қарасаңшы, қазір келінге жарысы болайын деп жатыр. Қазір ұтсақ, Дубайға жолдама береді екен. Еще 100 000 теңге сыйлық береді екен. Қараңыз, көрдіңіз ба? Ойбай, не дейді тағы? Кеттік, жинал, жүр. Жүріңіз, онда жиналайық. Кеттік. Келін, шайын қаяқта, тесіз әкесі басын алып кетті ғой. Мама, одан қоятынызшы шайды. Қараңыз, келіндер сайысы болайын деп жатыр. Дубайға жолдама береді, 100 000 теңге береді. Сайысы өтірік, оның барлығы алдап жатыр. Жоқ, мама, алдап жатқан жоқ. Қарасаңызшы, шынымен де жазып тұр ғой. Мен ұтсам, мен сізге күшті орамал әперемін, көйлек әперем. Не ол көйлегіңіз жыртылып қапты ғой. Мама, Дубайға барамыз ғой. Сен маған көйлек әпересің ба, орамал әпересің ба? Тағы да екеуміз Дубайға кетіп, мақұл қатысайық. О, мама, жақсы болды ғой. Кеттік, заттарымызды дайындаймыз. Сайыс осы жерде болады ма? Келіндер жарысатын жер. Я, мама, осы жерде болады. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Міне біздің сайыс болатын жеріміз. Келіндер сайысына келіп тұрсыздар. Сіздің келіңіз бола ма, апа? Я. Келіңіз. Қай жақтан келдіңіздер? Ауылдан. Ауылдан келдіңіздер ма? Я. Тамаша. Міне бізде көрермендеріміз де жиналып жатыр. Міне көрермендеріміз біздің осы сайысты көруге келді. Әрі әділ қазылар алқасы біздегі. Сайыс өшеде болады ма? Саламатсыздар ма? Келіңіздер. Саламатсыздар ма? Мына жаққа отырыңыздар. Қай жақтан келдіңіздер? Шымкенттен келдік. Апарып отырасыз ба? Апа, анан қараңызшы, аналардың киімі ауылда бір түрлі ескі киімдер киіп алған. Бұл сайысты точно біз жеңеміз. Я, бұл сайысты точно біз жеңеміз. Апа, біз ұтпаймыз ба аналар қарасаңызшы, қаладан әдем болып келіпті ғой, апа. Қорықпа, ойындама, біз ұтамыз. Бата менің сөйтіп жеңіз. Бата батпасын, бата жерде жатпасын, ғыдыр ата қолдасын, менің жамандықта болмасын, менің келінім жеңсін. Амин. Ал енді тыныштықты сақтаймыз, көрермендер тыныштық сақтаймыз. Біз сайысымызды бастаймыз. Ал келіндер сайысы 3 турдан өтеді, 3 кезеңнен. Бірінші кезең келіндердің сәлем береді. Екінші кезең келіндер үй тапсырмасын орындайды, яғни үй жинайды. Үшінші кезең дәмді тағам пісіру. Осы 3 кезеңнен ұтқан келінге арнайы Дубайға 2 адамға жолдама бар. 100 000 теңге ақшалай сыйлық, сертификат, кубоктар берілетін болады. Ал олай болса келіндерімізге сәттілік. Сайысымызды бастаймыз. Бірінші сайыс сәлем беру сайысы. Ауылдан келген келініміз бастасын, я? Ал келін, әдемдеп сәлем бер. Келін, мені ұятқа қалдырма, әдемдеп сәлем бер. Я. Сәлем бер. Ой, мұна келін тамаша сәлем береді екен. Тоқтамайды екен ғой мұна келін өзі. Не деген әдемі сәлем беру, иіліп сәлем беріп отыр. Тоқтай қойыңыз, рахмет. Ой, бай, 1000 алған бейшім әдемі мұна келін өзі. Ой, рахмет. Апа, тоқтамай ма келініңіз? Тамаша, өте тамаша. Енді екінші номердегі қаланың келінің сәлем бергенін көрейік. Қаланың келіні келе қойыңыз, сәлем бере қойыңыз. Давай, келін, саған сәлем. Давай, сәлем бердім. Давай. Болдым, беріп, ауырып кетті. Ой, дұрыстап сәлем бермедің ба?
Ой, қойшы мама, менің белім ауырып кетті. Ал бірінші турымыз аяқталды. Енді екінші турымызды бастаймыз. Екінші турымыз үй жинау сайысы. Қай келін үйді әдемілеп жинайды екен? Қанеки әділ қазылар бағасын беретін болады. Ауылдың келіннен бастайық. Ауылдың келіні қазір керек заттарды беретін боламыз. Олай болса бізде үй жинау сайысы, екінші сайыс мінекей. Міне сыпырғымыз дайын. Сыпырып, шаң сүртіп, пол жуып алатын болады, тазалап. Кішілеп сыпыр. Я. Мінекей сыпырғы беріледі келінге. Емес қой, ауылда сыпырып жүрмін ғой мен. Мама, мынау не ғой жалмауыз кемпірдің сыпырғысы ма? Ужас. Қалай сыпырды? Сыпырып болды, мен енді шаң сүртейін. Болды, мен енді шаң сүртейін. Ой, өте тамаша, қандай пысық келін ау. Менің айдай сұлу келінім. Давай, давай. Өте тамаша. Болды, міне, осы жерге. Өте тамаша, міне сыпырып. Болды. Енді пол жуып болдым, енді апалардың алдын. Мінеки біздің жаңағы сайысымызды өте әдемі орындап жатыр. Берілген тапсырмалардың барлығын мүлтіксіз орындап жатыр. Мінекей өзі. Мына біздің 3 әділ қазымыз бар ғой, мына жақта отырған. Барлығы тамсанып, таң қалып қарап жатыр ауылдың келініне. Апа, өте пысық екен келініңіз. Клиник шақырмайсың ба? Үй тазалайтын еді ғой. Барлық шамдарды аяғымызды жуып жібермедің ба? Болды енді мінекей келін болды, қоя қойыңыз. Тоқтату қиын болды ғой сізді. Тоқтай қойыңыз. Келін, рахмет, отыра қойыңыз. Енді біз екінші ойынға қатысушымызды, сайысқа қатысушы келінімізді, қаланың келінін шақырамыз. Немене мынау? Пылесос жоқ па? Қайсы бұрамна мен енді? Пылесос жоқ па? Менің бұяға қатысым жоқ, мен ұстамай бұны. Жалмауыз кемпірдің сыпырғысы ғой мынау. Немене енді қазір 21-ші ғасыр ғой? Бір пылесос таба алмай қалды ма? Немене мынау енді? Кемпір, ужасына тряпка не ол мынау? Мен клиник шақырамын. Мына тряпканың түк пайдасы жоқ. Ал болды, олай болса міне екінші қаланың келінің өнерін тамашаладыңыздар. Ал олай болса орныңызға отырыңыз, қаланың келінің өнерін тамашаладыңыздар. Біздің қаланың келіне біздің сайыстың тапсырмалары ұнауы қиын болып жатыр. Олай болса біздің үшінші турымыздың тапсырмасы ұнайды деп ойлаймыз. Олай болса үшінші турымызды бастаймыз. Яғни келіндер өз қолмен дәмді тағамдар әзірлейтін болады. Кім қандай тағам әзірлесе де өз еркі. Главный 1 сағат уақыт беріледі. Сол 1 сағатта әдемі тағам жасап шығуы қажет. Екі турымызды аяқтадық. Енді біздің ең шешуші турымыз, үшінші кезеңді бастаймыз. Бұл кезеңде келіндер үйден жасап алып келген дәмді тағамдарын ұсынатын болады. Міндетті түрде
үйден қолдан жасалып алып келу керек. Ешқандай да дүкеннің заты қабылданбайды. Оны біздің әділқазылар алқасы, міне Аңсар деген әділқазы, міне ағай отыр, біліп қоятын болады. Ана жақта Еңлік, Айлиш, Айдай деген әділқазы алқалары бар. Солар анықтайтын болады. Үшінші турдың қорытындысын. Олай болса кеттік. Келіндер үйден жасап алып келген дәмді тағамдарыңызды столға алып келе беріңіздер. Ал олай болса келіндер тағамдарыңызды алып келе берсеңіздер болады. Ой, міне тамаша. Ауылдың бауырсағы иісі бұрқырап тұр. Өзі свежий екен. Жаңа пісіргені көрініп тұр. Қасында пирожки жасапты. Әлі бар ма мына жақта? Оқты, пирог, чак-чак. Өзіңіз пісірдіңіз ба? Келінжан? Тамаша, тамаша. Қолыңызды ерт көрмесін. Дәмін көрсек болады ма? Дәмін көріп жіберейік. Қандай тамаша. Не деген өнер, қолыңыздан бал тамған екен. Ал олай болса келесі қатысушымыз қаланың келін ортаға шақырайық. Не дайындап алып келді екен? Мынаны мен өз қолыммен жасадым. Ой, сіздікі осы ғана ма сонда? Мен бұны супермаркеттен сатып, әдемілерін алып, үйге әкеліп, жуып, мыналардың бәрін жуып, үстіп әдемі ыдысқа салдым ғой. Менің қаншама еңбегім кетті, қаншама уақытым кетті. Жарайды ендеше. Қызық. Бұл енді бір қызық оқиға болып тұр мына жерде енді. Мынау енесі де үндемейді екен, өте бір сабырлы кісі екен. Енді қалай шыдам беріп қойған деп қоямыз. Жарайды, олай болса қабылданды бүгінгі дәмді тағамдарыңыз. Енді бұларды біздің әділқазымызға, әділқазылардың төрағасына ұсынайық. Дәмді тағамдарыңызды алып келіңіздер мына жаққа. Әкеліңіздер, әділқазыға ұсынайық. Әділқазы жеп көріп, бағасын беретін болады. Біздің сонау Астана қаласынан келіп отырған әділқазымыз, төрағамыз біздің. Жеп көріңіз, ағай, жеп көріңіз. Ал олай болса әділқазымыз өз бағасын берді. Бізде енді жеңімпазды анықтайтын боламыз. Осы жерде әділқазы өзінің шешімін айтты. Олай болса әділ бағасын беретін боламыз. Бірінші, екінші, үшінші тур бойынша жеңіске жеткен. Ал мінекей бізде сыйлықтарымыздың барлығы дайын. Ал мынау үлкен кубок, медаль кімге бұйырады екен? Тыныштықты сақтаймыз. Тыныштықты сақтайтын боламыз. Мінекей екі қатысушыны да ортаға шақырамыз. Енді өте қызықты кезі. Апалар, тұра тұрыңыздар. Тыныштықты сақтай. Апалар, мына жерде шулап кеттіңіздер. Тыныштықты сақтаймыз қазір. Кім жеңетіні анықталатын болады. Міне біздің әділқазымыз, біздің жюриіміз. Кәні ең шешуші сәті қайсысы жеңді екен? Кәні көреміз. Айлиша келін. Ал жеңіске жеткен, міне ауылдың келіні жеңіске жетті. Тыныштық сақтаймыз. Қаланың келіні. Міне кубок берілді. Дубайға жолдама берілді. Тыныштық сақтаңыз. Қаланың келіні тыныштық сақтаңыз. Тамаша, міне әділ шешім болды деп ойлаймыз. Тыныштық сақтаймыз. Немене мынау кіп кішкентай? Керек емес бұндай маған. Бер маған. Болды. Кетейік, мама. Қойшы. Сізді ғой.
не bu? Жолдарыңыз болсын деп шығарып салайық қалған келін. Өте бір ашулы келін екен. Сау болыңыздар. Жарайсың. Ана мен сізге енді әдемі көйлек әперетін болдым. Рахмет.